Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlarмен boks жаңалықтары видеоны бастамас тұрып арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Атақты Усикті жекпе-жекке шақырған Жалолов мүндісіне жауап алды. Супер ауыр салмақтағы өзбекстандық боксшы Баходир Жалолов украиналық чемпион Александр Усик пен британиялық Энтони Джошуаны жекпе-жекке шақырды да бұған сарапшылардың өз пікірін білдірді деп хабарлайды. Усиктің карьерасы аяқталуға жақын. 38 жасағы украиналық алда 1-2 жекпе-жек қана өткізетінін айтты. Ал оның кездескісі келетін чемпиондар мен үміткерлер кезегі ұзарып кетті. Усик IBF титуліне ие британиялық Дэниэл Дюбуамен қарымта өткізгісі келетінін бірнеше рет мәлімдеді. Боксшылар 2023 жылы бір рет жекпе-жек өткізген еді. Ал қорымта айқас Александрға ауыр салмақта қайтадан абсолют атануға мүмкіндік берді. Сарапшылар болжамы: егер Усик өзінің жаңа буынға қарсы сынап көргісі келсе, Олимпиадада 2 дүркін чемпион Баходир Жалолов оны жекпе-жекке шақырып үлгереді. Бірақ сарапшылар чемпионға бұл айқас қызық болмайды деген пікірде. Жалолов амбицияның қарымтасы, Усикпен жекпе-жекке жете алмайды, украиналық карьерасын аяқтайтын шығар. Егер Александр Дюбуамен қарымта өткізе алмаса да босамайды. Оның міндетті қарсыласы бар, Джозеф Паркер. Ал 30 жастағы Жалоловқа титулдық айқаста жету үшін қазіргісінен мықтырақ қарсыластармен кездесу қажет. Көпшілік Баходирге биіктірген жол салу үшін Джаджер Андрейсон немесе Ричард Торреспен жұдырықтасу керек деп есептеледі, деді Спорт. Айта кетейік, Усиктің қазіргі таңда ауыр салмақта WBO, WBS, WBO белбеулері ие. Жалолов WBS рейтингінде 10-ші орында. 5 сәуір Астанада өзбекстандық боксшы өзге украиналық Игор Шведзюскимен жұдырықтасып, 10 раунд қорытындысы бойынша төрешілердің шешімімен жеңіске жетті. Сіздермен бокс жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.